Айгүл дейді. Айгүлге дейді. Асылжанмен бір жобада отыру қалай екен дейді. Қызық болып баратыр негізі. Өзіңізге де ма? Басында бір түрлі еді, үйренісіп кеттім уже. Өзіміз ғой деп жүре беретін. Қатысушы ретінде ғана қараймын ғой. Қатысушы ретінде қарайсыз тек қана. Бүгін сөйтіп баратын болдыңыздар ма, бармайтын болдыңыздар? Мен өзім барам, ол кісіні білмеймін, бірақ. Сосын мен тағы бір сұрағым. Сіздің қазір сонда балаларыңыз Асылжанның ата-анасының қолында ма? Мен келген кезінде бірінші күні өз-өзім таныстырған күні айттым ғой. Ата енемен жақсыласам, иә. Сол кісілер қарап отыр, сол кісілер қалдырып, олар маған осыны бір айта кетейінші, сол жерде әдемі момент болып тұр екен. Көбісі маған айтады, балаларын тастап, мен как будто бір балаларын навсегда қалдырып, сол жаққа сөйтіп кетіп қалған сияқты. Қарасыңдар да қарайсыңдар, қарамасыңдар, мен кеттім деген сияқты. Жоқ, ондай емес, әрине уақытша олардың қолында, 30 жылға мен шыққанша деген сияқты ғой енді. Және де олар маған батасын беріп, я жарайды қызым, мен ол үйдің қызы сияқты болып кеткен ғой. Көбісі былай ойлайды да, сол үйдің қызы сияқты болып кеткен деген, сол үйде тұрама, қалай өзі. Бәрі миында қызық па әйтеуір. Бірақ жақсы араласам атайын, барамын әрине. Кәдімгі етімді асып күшті күтіп алады мені қыздарындай. Сөйтіп екі ұлымды аламын да қайтамын Таразға. Сол Таразда 2-3 күнге болып, обратно осы жаққа келетін кезде қайтадан апарып тастаймын деген сияқты әңгіме ғой. Сондай қарым-қатынаста балаларды апарып. Ол кісілер Шымкентте, жоқ, Таразда. Тараз. Бурный бір 40 минут, 30 минут жер ол машинамен. Сіздің өзіңіздің үйіңіз Таразда. Таразда, иә. Сондықтан солай енді өзінің ата-апасында ешкім қарамайды ғой, былай қарап тұрса. Ең дұрысы, үлкен кісілердің қолында бала жаман өспейді. Бізден де мықты тәрбие бере алады да олар. Еще мен ата-енем үлкен жастағы кісілер емес, бар болған әлі 60-ға да келмеген, 50-ге асқан кісілер ғой. 70-80-де болса мейлеген түсінеді. Жалпы ұнап бара жатыр дейді бірге отырған достар. Үйреншік болып бара жатыр деген. Сізден сұрасын дейді, Айгүлмен бір жобада отырған қалай екен дейді. Айгүл өзі бөлек адам. Өзінің үміткерін күтіп отқан қыз, үміткерін күтіп отқан қыз, арамызда байланыс тұратын только бала ғана, баламыз ғана негізі сол тарапта ғана. Негізі бүйтіп екеуміздің сөйлесіп отқанымыздан қиып алып түсіріп отқандар бар ғой. Мысалы сіз десеңізші. Иә, сіз түсіріп аласыз ғой. Айтайын, негізі көбінесе бала туралы. Менің үлкен ұлым мектепке барады, кішкентай ұлым садикке барады. Ақшасын төлеу керек дегендей, киімдерін істеу керек дегендей, солардың бәрін мысалы екеуміз ақылдасып жасаймыз да. Бұл кезге дейін солай ақылдасып жасадыңыздар ма? Телефон арқылы. Иә, ой көзбен біз кездесуге не болған жоқ қой, андай бір мүмкіндік. Елдарға сұрақ дейді. Елдардың типажы Қосылайықтағы қыздардан. Осы жерде отырған қыздардан. Жалпы Қосылайықтағы қыздардан типажыңыз. Айгүл. Айнұр. Қара торы қыздар ғой көбінше. Біздің қазақтың гидейімінде деп. Подсказка беріп жатқан ба? болды бір. Неге Зарина емес? Онда неге Заринаның қасынан шықпайсыз? Братский ғой біздікі. Мысалы, пост жазға деген сияқты, иә. Сондай ма? Конечно. Эльдардың телефоны, например. Дұрыс па? Айнұр Айгүлде өтірік айтып жатқан сияқтысың, мен сенбеймін, құрметті оқырман. Шынымен Эльдар маған андай, бұрын танитын адам сияқты нормально. Еще андай күшті әңгіме. Мен ойлап қалдым, мүмкін Айсұлтанға ұқсайды дегеннен кейін сіз қасында жүрсіз ба деп. Айсұлтанмен де күшті дос болдық қой. Жоқ, Айсқа қатты ұқсамайды, андай позициясы ұқсайды.